камераны орнатқаннан кейін енді бізге жарықпен жұмыс жасауды бастау керек. Камераны орнаттық, енді біз интерактивті рендерді жасап көреміз. Ол үшін рендер сетапты ашамыз. Сен бөлімінде Start Interactive деген батырманы басамыз. Басқан кезде сізде де шамамен осындай картина пайда болады, яғни бізде мына жарық көздерінен басқа жарық көздері жоқ. Енді жарықты реттеу үшін біз кәдімгі художниктер секілді бірінші толығымен сұр материалмен жұмыс жасаймыз. Себебі бірден дайын материалдармен жұмыс жасап кететін болсақ, біздің жарығымыз дұрыс түспеуі мүмкін. Көлеңке мен жарықтың бір-бірімен қатынасы, контрасттар дұрыс болмауы мүмкін. Сол үшін біз бірінші кезекте сұр материалмен жарығымызды реттеп аламыз, яғни көлеңке мен жарықтың бір-біріне қатынасын дұрыстап алуымыз керек. Ол үшін біз алдымен интерактивті рендерді тоқтатамыз. Мына батырманы басу арқылы материал эдиторды ашамыз. Материал эдиторде біздің алдыңғы жасаған мына бір материалымыз бар еді. Сұр материалымыз қабырғаларға берген. Осыны біз мына объектілерге беріп шықсақ болады. Қабырға, карниз, молдингтерге, мына розеткаларға және плинтусқа, еденге, шкафқа, осы шкафтарға, фурнитураларға болды. Және осы объектте мына айнаға да бере тұрсақ болады осы материалды. Басамыз. Тереземен жаңағы пердеге тиіспейміз. Есікке де берсек болады бұл материалды әзірге. Есікке де береміз. Енді тағы да интерактивті рендерді қосып көреміз. Аса қатты еш нәрсе өзгермейді. Енді біз HDRI арқылы жарық беруге тырысамыз. HDRI деген не? HDRI дегенде мен сізге мына мысалда түсіндіріп көрейін. HDRI деген сайт бар, HDRI Heaven деген. Бұл жерде 360 градуста түсірілген суреттер, яғни 360 градуста бұл суреттердің жарық диапазоны өте үлкен, сондықтан бұлар біздің сценамызды жарықпен толтыра алады. Және осы суреттерді осы жерден басып алып, біз өзіміздің сценамызға қоя аламыз. Біз бұны өзіміздің сценамызға қойғанда, шартты түрде біздің сценамызды 360 градуста осы сурет айналып тұрады. Яғни сол суретті қандай жарық көздері бар, күн немесе басқа да лампа, сондай бір жарық көздері болса, сол біздің сценамызға жарық беріп тұрады. Енді бұл жерде мен бір HDRI-ды уже дайындап қойғанмын. Сол HDRI картаны біз сценамызға әкелуіміз керек. Мына жерде view 1 дегеннің қасына мышканың оң жағын басып create new view дейсіз. Осы жерде HDRI деп атап, rename HDRI деп атап жаңа view жасаймыз. Осы жерге енді мышканың оң жағын басып maps, corona bitmap дегенді таңдаймыз. Және мен жіберген HDRI файлды таңдауларыңыз керек. Менде ол қазір library, HDRI Heaven и Kloofhandle, Misty Morning, Pure Sky деген HDRI болады осы жерде. Осыны таңдайсыздар. HDRI сәл ауыр форматтағы суреттер, сәл уақыт алуы мүмкін загрузкасы. Және осыны терезе шыққаннан кейін окейді басамыз. Енді біз бұны бірден жарық көзіне қоспаймыз. Бұны Corona Color Correct деген карта арқылы жүргіземіз. Яғни мышканың оң жағын тағы басамыз. Maps, Corona Color Correct деген таңдаймыз. Бұл HDRI картаны мына жерден алып осы картаға қосамыз. Осы картаға қосқаннан кейін рендер сетапты қайтадан ашамыз. Scene бөлімінде Single Map деген жерге галочканы қоямыз дағыны. Осы жерге біздің Corona Color Correction картамызды әкеліп мына жерге қоямыз. Сізде мына жерде non деп тұру керек. Бұлай non деп тұрады. Осы жерге мынаны әкеліп қоссаңыз болды. Енді біз, мен мына жердегі 1-2 барлық баптауларды өзінің қалпына түсірейін. Осылай. Енді біз интерактивті рендерді басынан жасап көреміз. Бізге кішігірім жарық түсе бастады. Енді осы жарықпен ары қарай жұмыс жасап көрейік. Access-ті дәл осы frame buffer-ді 0.2-ге апарсаңыз болады, 0.3 немесе 0.2-ге. Тағы бір айта кететін нәрсе, біз қазір шынайы камераның настройкаларын қолданатын боламыз. Ол үшін біз мына жерде мына функцияны қосуымыз керек. Add-ті басып, плюсті басып, Photographic Exposure деген параметрді шығарамыз. Бәрі қап-қара болып кетеді, себебі біздің камерамыздың баптаулары дұрыс емес. Photographic Exposure-ді қосқаннан кейін біз камерамызды таңдауымыз керек. Мына жерді басып, Select Camera деп, біз
камераның ISO деген бөлімін жоғары көтеруіміз керек. ISO дегеніміз бұл былайша айтқан кезде шынайы камерамен жұмыс істеген болсаңыз, камераның матрицасына қанша жарық көзі түсетінін анықтайтын параметр. Біз оны 3200-ге қоямыз. Сонда біздің камерамызға жарық түсе бастады матрицасына. Солай біз картинаны жарық ете аламыз. Осылай жасағаннан кейін біз келесі жасайтын нәрселеріміз ол корона санды қою. Төбеден қараған витке өтеміз, тыны басып, плюсты басамыз, лампыны басамыз, корона санды басамыз, және күнді шығару үшін бірінші мышканың сол жағын басып тұрамыз және оның направлениесін, яғни бағытын көрсетеміз. Одан кейін мышканы жоғары қарай көтеріп, күнді төбеге қарай көтереміз. Сонда біз өзіміздің корона санды жасадық, яғни оны енді біз камераға шамамен 45 градустай болатындай етіп орналастырамыз. Жасағаннан кейін сізде жарық пайда болу керек, менде өшіп тұр екен, неге екен, осыны қосамын. Параметрлерін, стандартты параметрлерге өзгертемін. Сізде осылай қатты жарық болып тұруы мүмкін. Бұл корона санның екі параметрі бар. Біріншісі intensity, яғни интенсивность. Бұны азайтқан сайын бізге жарық азая береді. Күннің жарығы, алып тастасақ мүлде 0 болады. Екінші параметр, мен бұны сәл азайтайын, 0,1 деп қояйын. Екінші параметр size, яғни бұл күннің өлшемі. Size дегеніміз көлеңкелердің жұмсақ болуына әсер ететін параметр. Параметр аз болған сайын көлеңкелер қырлы болып келеді, ал егер көтеретін болсақ, көлеңкелеріміз жұмсақ бола бастайды. Мен 10-ға қойайын шамамен. Міне көргендеріңіздей, уже көлеңкелердің айналасы бұлдырап бастайды. Ал егер бірде тұратын болса, біз анық көреміз көлеңкелердің жиегін, қырларын. Сол үшін 10-ға қоямыз. 10-ға қойғаннан кейін біз интенсивность тағы азайтсақ болады, шамамен 0,4-ке. Солай біз өте жұмсақ, көзге жайлы жарықты жасап аламыз өзіміздің сценамызда. Енді маған мына жер қатты қараңғы болып тұр. Бұны жалпы жарықтандыру үшін біз simple exposure'ды, экспозицияны сәл жоғары көтерсек болады. 0,500, 0,600 деп. Және тағы бір лайфхак, бұл басқа проекттерде қолдансаңыз болады. Егер сіздің сценаңызда терезе болатын болса, терезенің алдына сіз плюсты басып, үлкен plane жасай аласыз. Үлкен plane'ді жасап қойғаннан кейін, ол plane түскен жарықты сіздің бөлмеңіздің ішіне тағы шағылыстырып отыратын болады. Мысалы, мына розовый түсті жарықты біздің бөлмеміздің ішін жаймен толтырып жатыр. Енді осыны біз өз мақсатымызды пайдалану үшін материал эдиторды ашамыз. View 1, материал, корона legacy mtl деп жаңа материал жасаймыз. Diffuse 1-де тұрады, reflection'ды барынша максималды неге көтереміз. Және осы материалды біз жаңа жасаған плейніміздің үстін бассақ, біз осындай эффект ала аламыз. Ал егер жарықтың эффектісін көбейтемін десеңіз, материалды толығымен ақ қылсаңыз болады, міне, уже әсерін байқап жатсыз. Немесе иорды, яғни оның металдық қасиетін жоғарылатсақ та болады. Осылай біз кішігірім өзіміздің бөлмемізге арналған естественный свет дейді ғой, табиғи жарықтың әсерін көбейте аламыз. Одан кейін бізге айнаның материалын жасау керек. Айнаның материалын қалай жасаймыз? Материал эдиторды қайтадан ашамыз. Қайтадан мышканың оң жағын басып, материал, корона legacy mtl дейміз. Және осы жаңа материалымызда diffuse'дің деңгейін толықтай 0-ге тең қыламыз. Reflection'ды толықтай көтереміз, себебі айна бізде жақсы шағылыстырады жарықты. Color толық ақ болып тұру керек. Және біз Fresnel IR-ды максималды дәрежесіне дейін көтерсек болады, себебі бұл толығымен айна эффектісін беруге көмектеседі. Міне, объектіні таңдадық. Assign to selected material деген иконканы бастық, сонымен біз объектімізге материалды бердік. Енді бізде жаймен басқа объектілерге де материалдарды беріп бастасақ болады. Бірінші беретін материалымыз ол біздің еден болсын. Еденнің материалын біз мультитекстура деген плагинді басқан болатынбыз флур генератормен бірге. Сол арқылы береміз. Материал эдиторды ашамыз. Тағы да мышканың оң жағын басып, материал, корона legacy mtl деген таңдаймыз. Мышканың оң жағын басып, maps, generalдың ішінде multi-texture деген карта болады. Осы картаны таңдағаннан кейін manage textures деген батырманы басамыз. Бізде мынандай терезе шығады. Add bitmap деген батырманы басамыз. Содан кейін мен сіздерге жіберген файлдың ішінде
floor texture деген папканы ашамыз. Дәл осы жерде біз бірінші diffuse'ді карталарды таңдап аламыз. Мына жерде өзі diffuse деп белгіленген барлық картаны аламыз. Біріншісін таңдаймыз, және ең соңғысын shift'ті басып тұрып таңдасақ, оған дейінгі барлық текстураларды бірге таңдап аламыз. Open деген батырманы басамыз. Бізде барлық карталар жүктелді. X-ті басып жабамыз, және осыны алып, біз diffuse color деген жерге қосамыз. Diffuse color деген жерге қосқаннан кейін бізге енді тағы да басқа параметрлер бар. Бұл картаның мышканың оң жағын басамыз. Maps, General, Multi-Texture, Manage Texture and Add Bitmap. Осы жерде енді бізге Reflection картасын таңдау керек. Яғни, мына жерде өзі жазылып тұр. Reflect деген префикс бар, карталардың бәрін аламыз дағыны. Open деп ашамыз. Одан кейін бұл картаны біз Reflect Glossiness деген бөлімге қосамыз. Glossiness деген бөлімге мына терезені жапсақ болады. Мына интерактивті рендерді тоқтатып қойын. Біз керегі жоқ. Мышканың оң жағын басамыз. Maps, General, Multi-Texture деп қайтадан таңдаймыз. Manage Texture, Add Bitmap. Енді бізге bump карталар керек. Біріншіден соңғы bump картаға дейін таңдаймыз. Open. Бұларды енді bump картасына қосамыз. Бұл карталар неге жауап береді? Біріншісі, мына картаның барлығы бізге мультитекстур картасы арқылы әр плашкаға әртүрлі болып түседі. Яғни біздің еденіміздегі әртүрлілікті, мына текстуралардың бір-біріне қайталанбайтын, қайталанса да әртүрлі жиілікпен қайталанып тұруына көмектеседі мультитекстур картасы. Және бұл бірінші келген диффуз картасы бұл түсіне жауап береді. Екіншісі оның қаншалықты шағылыстыратынына жауап береді. Яғни бізде рефлект картасы черно-белый, қара ақ болады. Сұр болған сайын ол, ақ болған сайын ол қатты шағылыстырады, ал қараға жақындаған сайын ол жай шағылыстырады. Яғни біздегі сұр картаны көріп тұрсыздар, бұл оның шағылысу деңгейі өте орташа деңгейде, тіпті сәл азырақ деп те айтсақ болады. Кәдімгі ағаштық сияқты. Ағаш енді су болып тұрмаса шағылыстырмайды ғой, айналасындағы тұрған заттарды. Жарықты жалпы. Екіншісі bump деген карта. Bump деген карта бұл бізге рельеф береді. Бетінде мынандай бір шығып тұрған шероховатость дейді ғой, сондай бір эффектті береді. Бұл қалай десеңіздер, картаның ақ болып тұрған бөлімдері шығып тұрады, ал қараға жақын бөлімдері керісінше ішке қарай кіріп тұрған эффектіні береді. Бұл бізде геометриямызды өзгертіп жібермейді, тек жарық түскен кезде сондай бір иллюзия қалыптастырады. Ал егер геометрияны өзгертетін болсақ, біз displacement деген картаны қолданамыз. Ол біздің компьютеріміздің көптеген ресурстарын қолданады, бірақ біздің геометриямыздың өзін өзгертіп жібере алады. Яғни шынайы сондай эффект береді. Бірақ біз қазірге bump деген картаны қолданамыз. Одан кейін осылай қойғаннан кейін біз текст материалымызды таңдаймыз, сосын еденді таңдаймыз, және assign to selected material деп таңдаған материалымызға осы текстураны береміз. Бірақ бізде қарап тұрсаңыздар бір түрлі болып түсті текстура. Бұны жөндеу үшін біз бірінші мультитекстураны таңдаймыз, diffuse картасына қосылған. Осы жерде rotate деген жерге 90 деп жазамыз. Дәл осылай қалған барлық мультитекстураларға 90 деп жазып шығамыз. Міне бампқа қосылғанға да 90 деп жазамыз. Сонымен біздің текстурамыз шамамен дұрыс бағытта орналасты. 90 деп жазылу керек екен. Енді біз осы материалымызды көре аламыз. Мына жерде біздің еденіміз енді кадрға толығымен түспегеннен кейін осындай деңгейде материалымыз тұра берсе болады. Тағы бір айта кететін нәрсе, бізде мына шкафтың астында, тумбаның астында свет бар. Осы светті жарықты қоюымыз керек. Ол жарықты қою үшін төбеден қараған неге өтеміз, тыны басып, және плюсты басып, Corona Light'ты таңдап, мына жерде shape деген жерде rectangle'ды таңдаймыз. Rectangle'ды таңдағаннан кейін осылай төрт бұрышты сызамыз. Мына жерде көрінбейді, себебі бұл өте астында жатыр. Z өсі бойынша оны жоғары қарай көтереміз. Так, F-ті басамыз, сәл тағы жоғары көтереміз. Интенсивностін осы 20-ға қоямыз, және бізде негізі сізде ақ болып тұруы мүмкін. Жарықтың түсін өзгертудің екі жолы бар. Бұл бірінші жай ғана түсті өзгерту, яғни қалаған түсіңізді бере аласыз, қызыл, розовый деген сияқты. Ал ең дұрыс жолы деп айтайын, мен температурасын өзгертемін, яғни температурасын 3500 немесе 4000-ге дейін қойсақ, 4000-ға дейін қойсақ болады.
3500 дұрыс шығар. 3500 деп қояйын. Интенсивностін тағы азайтса болады 15-ке. Және directionality деген параметр бар. Бұда ол жарықтың қаншалықты тіке бағытталған өлшейді. Яғни дәл қазір егер мен 0 деп қойсам, жарық барынша тарап шашырайды біздің бөлмемізге, еденімізге. Ал егер мен 1 деп максимумға қойсам, міне көріп тұрғандарыңыздай, осылай жарық тіп-тіке түсіп тұр. Сондықтан осындай эффект беріп жатыр. Бізге керегі шамамен 0,2, 0,3 деген мән. Осындай мәнде біздің жарығымыз дұрыс тұр деп ойлаймын. Келесі енді біздің беретін материалымыз бұл шкаф пен мына комод, тумба. Оның да материалын дайындау үшін біз ағаштың материалын M-ді басып, немесе мына иконканы басып материал эдиторды қайттан шақырамыз. Материал эдиторде мышканың оң жағын басып Materials, Corona Legacy MTL деп жаңа материал шығару керек. Және мен жіберген файлдардың ішінде Wood Texture деген папка болады. Осының ішінде Wood Dark деген бірінші файлды просто мышканы үстінен басып тұрып, біздің материал эдитордың ішіне тастаймыз. Екінші файлды дәл осылай алып келеміз. Енді осыдан кейін біз мына материалды картаны алып, тікелей қоспаймыз. Мышканың оң жағын басамыз. Maps, General, Color Correction деген картаны қоямыз. Осы бірінші картаға қосамыз. Картаны біз диффуз параметріне қоямыз. Екінші картаны біз bumpке қоямыз. Және бұны shift басып тұрып көшіріп алып, reflection glossinessке де қойсақ болады. Наглядно көріну үшін бірінші материалды таңдаймын. Шкафқа комодтың үстінен басып, assign to selected material деймін. Бұны басқаннан кейін көріп тұрғандарыңыздай өте қараңғы біздің неміз материалымыз. Бұндай жағдай болмас үшін біз color correction'ды таңдап, advanced деген бөлімге өтіп, оның гаммасын жоғары қарай көтереміз. Және мен мына frame buffer'де бірнеше баптауларды өзгертейін. Контрастты 2-ге көтерейін. Және плюсті басып, filming mappingді қойып, rich shadows'ты да жоғары қарай көтеремін. Бұл бізге көзге бір жайлы картина беруге көмектесетін параметрлер. Highlight compression'ты жай 200-ге дейін көтерсем болады. Енді маған мына эффектті алу керек. Бұл эффектті алу үшін көріп тұрғандарыңыздай мен қазір HDRI-дің параметрлерін бір көріп шығайын. HDRI бізде өте жай жарық беріп тұр, картинадағыдай емес. Мен экспозициясын 1-ге көтерсем болады. Тіпті 1-де 5-ке дейін көтеріп көрейін. Және гаммасын азайтып көрсем де болады. 0-де 7, 0-де 6. Бірақ simple exposure'ды түсіру керек. 0-де 300, 0-де 400 қылып. Highlight compression деген параметр сізде жоқ болса плюсті басып қоя аласыз. Мұна батырманы бассаңыз. Және осы highlight compression'ды 1-де 600-ге дейін, 1-де 400-ге дейін көтерген дұрыс. Осылай біз бөлмемізді барынша жарыққа толтыруға тырыстық. Енді бізге мына материалмен дұрыстап жұмыс жасау керек, ағаштың материалымен. Біз не істей аламыз? Біз бұның отражениесін көбейтуіміз керек, яғни reflection'ның деңгейін жоғарылатамыз. Сонда бізде міне отражение пайда бола бастады. Reflection картасы жұмыс істей бастады. Бірақ бізге жеткіліксіз секілді. Тым жарық болып кеткен бағана картамыз. Контрастты, яғни гамма контрастты сәл азайтамыз, 1-де 4-ке дейін. Енді тағы отражение қосу үшін, яғни шағылысуды көбейту үшін біз reflection glossiness картасының әсер етуін азайтамыз. 100% әсер етпейді, яғни бір 20%-ке дейін әсер етсе жеткілікті деп ойлаймын. Тым қатты түсіріп жүрген сияқты, 25 дейік. Осылай біз оның шағылысу деңгейін көтердік. Және осы материалды енді біз алып шкафқа да береміз. Шкафты таңдаймыз. Assign to selected material. Мына жерде көре аламыз. Шкафқа да қалай әсер етіп жатқан. Так,
бізде енді байқағандарыңыздай қараңғы объекттер көбейгеннен кейін біздің бөлмеміздің іші де қараңғылана бастайды. Себебі бұған дейін барлығы аппақ еді, яғни аппақ жерде шағылысу да көп, жарық бола бастайтын. Енді біз HDRI-ды тағы да көтеруге тиіспіз. Гамманы 0,5-ке қойсақ, сонда біздің шкафымыз қатты былай қараңғы болып тұрмайды. Және экспозицияны 1,75 деп көрейік. Экспозицияны сәл түсірсек болады, немесе highlight компрессорды жоғары қарай көтерсек, біздегі мына пересвет дейді ғой, соларды алады highlight компрессор. Осылай бізде уже таныс картина пайда бола бастады. Енді бізде жалғыз қалған материал ол мынау біздің неге қабырғаға, плинтусқа, молдингке берген материалдарымыз еді. Оның барлығы бір материал болып тұрғандықтан біз сол материалды тауып алуымыз керек. Енді мынаның бәрінен ішіне шатасып кетпей өзіміздің материалды тауып алу үшін біз мына пипетканы қолданамыз. Осының үстін басамыз және қабырғаның үстін басасақ болды мына жерде. Яғни бұл мына материал. Енді біз осы материалды тікелей өзгерте берсек болады. Біріншіден оның оттенігі, яғни біз көріп тұрғанымыздай сәл сарғыштау, бежевый дейді ғой, молочный оттенік, түстес. Осындай оттенікті беру үшін біз мына жерде көбісі white balance'да 7000 деп, немесе осылай 8500 деп көтеріп жатады. Бұл бізді сарғыштау оттенік береді, бірақ картинаның барлығын өзгертіп жібереді. Бізге сәл жаңағы картинаның өзінің түсін қалдырған тиімдірек. Сол үшін біз мына материалдың ішінде өзінде цветін өзгертеміз. Мына жерде diffuse color дегенді басып, сәл сарғыштау молочный оттенік беру керек. Так, тым қатты болып кетті оттенік. Мынамен салыстырып отырсақ болады. Тағы да тым сарғыштау, saturation'ды сәл азайтамыз. Осылай молочный оттенікті берсек болады. Окейді басамыз. Бізде мына астында, комодтың астындағы светтің интенсивності аз болып тұрған сияқты. Ол үшін сол жарықты таңдаймыз. Жарықты таңдағаннан кейін 25 деп беріп көрейік. Немесе даже 30. Және температураны 3000-ға қойып көрейік. Енді ұқсаған сияқты. Рендерге дайын. Енді интерактивті рендерді тоқтатамыз. Интерактивті рендерді тоқтатқаннан кейін рендер сетапты ашамыз. Common бөліміне өтеміз. Height, яғни мынау пиксельдердің санын, мынау высота дейді ғой, биіктігін 2000 пиксель қыламыз, немесе 2,5-2000 пиксель. Сцена бөлімінде біз шудың деңгейін 3%-ке дейін түсіреміз. Denoising деген жерде Intel Corona High Quality таңдасақ болады. Бұны таңдағаннан кейін Save File деген жерге галочканы қоямыз. Галочканы қойған кезде бізге қай жерге рендерді сақтау керек екенін сұрайды. Мына жерде плюсті басып, рендер деп папка ашып, осының ішіне 01 деп форматын JPEG деп таңдасаңыз болады. Save Quality дегенді 100-ге қоямыз. Окей. И рендер деген батырманы бассақ болды. Рендер басталды. Енді Stats деген бөлімге кіріп қарап отыруға болады. Шумның қанша шу деңгейі қалғанын, мына жерде қанша уақыт өтіп жатқанын рендердің, және мына жерден сәл уақыт өткеннен кейін рендердің бітуіне қанша уақыт қалғаны да жазылады. Бізде рендерде бір қателік кетіпті. Ол мына жарықтың, яғни біздің еденнің астынан әр плашканың арасындағы зазор дейді ғой, осылардан өтіп атқан жарықты ұмытып кетіппіз. Яғни бұның астында жабуымыз керек. Яғни төбеден қараған бетке өтеміз, плюсті басамыз, боксты басамыз, және
еденді толығымен алатындай бокс жасаймыз да мышканы астыға қарай түсіреміз. Сонда біз астына қарай осылай бокспен еденнің астын жауып қоямыз. М-ді басамыз, материал эдиторды ашамыз, и бұған бір кез келген материал бересіз болады. Мысалы, материал, корона логосы MTL деп түсін сәл қараға жақындау етіп, осы материалды берсек, мынандай эффект болмайды. Бұл эффекттен енді арылдық. Осылай алғашқы рендеріңізді жасап көрсеңіз болады.